Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл сапар Қазақстан мен ТМД елдері тарихындағы тікелей өндіруші заводтан келген жаңа Airbus 321 Long Range ұшағында орындалатын алғашқы сапар екенін қуанышпен хабарлаймыз. Осы тарихи оқиғаға байланысты естелік сувенирлерін қабыл алыңыздар. Құрметті жолаушылар, бізде үлкен жаңалық бар. Бүгін біз мүлдем жаңа Airbus 321 Long Range әуе кемесімен Мәскеуге ұшып бара жатырмыз. Бұл оның алғашқы ұшуы. Airbus 321 Long Range бұл Airbus 321 Neo'ның ұзақ қашықтықтағы нұсқасы. Биыл біз осындай ұшақтардың бірнешесін алдық. Airbus 321 Long Range ТМД елдеріндегі алғашқы ұшақ. Бизнес-класс жолаушылары 16 жиылмалы орындыққа отыра алады. Бизнес-класстағы 4 орын қосымша кеңістікті арттырады. Жеке ойын-сауық жүйесін көру үшін 16 дюймдік мониторларды пайдалануға болады. Бизнес-класс белдемшелерінде айырмашылық бар. Олар қосымша иық арқылы өтетін белдемшемен жабдықталған. Бизнес-класс орындығы толық жиналмалы орындықпен жабдықталған. Жайлы мастит орындары бизнес-эконом класстарынан бөлек орналасқан. Эконом классында бізде жайлы 150 орын бар. Олардың әрқайсысы 10 дюймдік монитормен жабдықталған. Я первый раз летал в Казахстан, и авиакомпания, в принципе, произвела хорошее впечатление и удивила довольно высоким уровнем сервиса, даже по сравнению с европейскими авиакомпаниями. Это очень приятно. Новые самолеты, удобные, высокий уровень сервиса и очень квалифицированный персонал. Это очень здорово, желаю вам всяческих успехов. Мне приятно, что я попал на первый рейс самолета. Это абсолютная случайность. На мой взгляд, это очень успешный эксперимент, и вы можете себе поставить через запятую с такими компаниями, как Qatar Airways или British Airways, в том, какое качество они стараются проецировать через услуги бизнес-класса. Жаңа ұшағымыздағы рейстер біздің жолаушыларымызға одан әрі ыңғайлы болады деп сенеміз. Сіздерге сәтті сапар тілейміз.